Мысықпен ойын ойнауды көп адам ұнататын шығар. Алайда осы ойын кезінде қателік жіберсе, кейін мысық сізге немесе жақындарыңызға бас салса, таң қалып жүрмеңіз. Бұл қандай қателік десе, мысықпен қолмен ойнау, яғни өз қолыңызды ойыншық ретінде көрсету. Әсіресе бұл бала мысықтарға қатысты. Егер мысық ойын кезінде түстеу рұқсат екенін білсе, ол өз қалауын немесе айналадағы болып жатқан оқиғаларға көзқарасын білдіргісі келсе, тістеу қолайлы және тиімді қарым-қатынас түрі деп ойлайды. Тістеу оның назар аударғысы келетін немесе жалғыз қалғысы келетін белгісіне айналуы мүмкін. Мысықтың адам қолымен байланысы тек жұмсақ сипауы болуы керек. Егер қолды ойыншық ретінде қарастырса, арты ауыр жарақатқа әкелуі ғажап емес. Мұртты сізден басқа отбасы мүшелерін ойнақылықпен тістеуге шешім қабылдағанын елестетіп көріңіз. Бұл отбасы мүшесі кішкентай бала немесе жасы үлкен қарт болуы мүмкін. Бұл жайлы жайдан-жай айтып отырған жоқпын. Өзім осы қателікті жасап қойдым. Мысығымыз кішкентай болған кезде қолмен көп ойната берген едім. Ал енді өскенде адам қолын көбінесе қарсылас не олжа ретінде қабылдайтын болды. Осы қателікті жасамау үшін басқандай жолмен ойнату керек. Бұл мысықтарға қатысты жасалатын жалғыз қателік емес. Бұдан үлкен қателік мысықты дұрыс емес нәрсемен тамақтандыру. Иә, дұрыс естідіңіз. Мысықтарға кейбір заттар өте зиян, және оның кесірінен өмір ұзындығы әлде қайда аз болуы әбден мүмкін. Осы жайлы толық видеоны көру үшін экрандағы батырмаға басыңыз.